Сәлем достар, бүгін өте керемет болып көтерілетін жып-жұмсақ шоколадный пирог дайындаймыз. Бізге ол үшін ұн керек, оған сода қосып араластыратын боламыз, какао керек, сметана, жұмыртқа, сары май және де қант керек болады. Ең алдымен жұмыртқа мен қантты жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне ерітілген сары майды құйып, оны да жақсылап араластырамыз. Одан соң сметана саламыз. Біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Ұнымызға соданы араластырып қоямыз. Какаоны да араластырамыз. Тестамызға ақырындап саламыз. 2 немесе 3-ке бөліп салғандарыңыз дұрыс. Сол кезде пирог жақсы болып көтерілетін болады. Жақсылап араластырып, бізде осындай тесто шықты. Пирогты 24 немесе 26 диаметрлік формаға пісірсеңіздер, өте күшті шығады. Менде 24 диаметрлік кольцоға пісірдім, астына фольганы орап, ағып кетпес үшін. Және де піскенін тексеру үшін осылай зубочисткамен тығып көрсеңіздер болады. Енді бетіне шоколадты глазур дайындаймыз. Шоколадқа сүт, сары май қосып, микроволновкада 20-30 секундтан 2-3 рет солай қайталап ерітіп алатын боламыз. Бізде біркелкі масса шығу қажет. Егер де одан көп ұстайтын болсаңыздар, шоколадтарыңыз күйіп кетуі мүмкін. 20-30 секунд сайын алып, араластырып тұру керек. Және пирогтың бетін осылай зубочисткамен немесе шпажкамен тесіп алсаңыздар болады. Шоколад сол кезде ішіне де жақсы сіңетін болады. Холодильникке глазурды кішкене салып алдым, қоюлану үшін. Осылай пирогтың бетіне құйып шығамыз. Осылай бір слой құйып шықтым. Қасықпен барлық жеріне жағып, жақсы сіңу үшін. Сосын тағы да екінші қайтара құятын боламыз. Міне тағы да екінші қайтара құйып шықтық. Шоколадты глазурымыз қалың, күшті болып тұру үшін. Және де мен үстін жаңғақпен әрлеп шықтым. Өз қалауларыңызбен әрлесеңіздер болады. Пирог өте жұмсақ болып шықты. Баршаңызға ас болсын, жасап көріңіздер.